Құрметті оқушылар, мен сіздерге бүгін мынадай миға арналған жаттығу ұсынғым келіп отыр. Сіздің миыңыз неге қабілетті? Мәтіннен көзіңізді алмай, зейін қойып оқыңыз. Ол бір түрлі ерекше көрінеді. Оқып көріңіз, басында қиын болғанымен, кейіннен оңайға түседі. Жақсы, оқып болсақ, келесі жаттығуға көшеміз. Егер сіз мына дөңгелектерді қозғалып тұр десеңіз, онда сізге міндетті түрде демалыс алу қажет. Бірінші жалпылама қараңыз дөңгелектерге. Қозғалып тұр ма, әлде тоқтап тұр ма? Ал енді әр дөңгелекке жеке-жеке қараңыз. Келесі, тағы да қозғалып тұр деп ойларсыз. Бірақ әрқайсысына жеке-жеке қарасаңыз, басқа нәрсені байқайсыз. Қозғала ма, әлде тоқтап тұр ма? Қозғала ма, әлде тоқтайды ма? Бұны да көріңіз. Еді, мына суретке қараңыз. Қызыл жолақтар бір-біріне параллель орналасқан ба? Иірім көріп тұрсыз ба, әлде дөңгелектер ме? Яғни спираль ма, әлде шеңберлер ме? Келесі, ортадағы креске қарап тұра берсек, біраз уақыт өте келе айналасындағы қызыл дөңгелектер жасыл бола бастайды. Байқап көріңіз. Ал кеттік. Егер көз алмай қарап тұра берсеңіз, онда жүгіріп жүрген жасыл түсті дөңгелекті байқайсыз. Көрелік. Бірте қызғылт шеңберлер жоғалып бара жатыр. Ортадағы нүктеге қарап, алға, артқа қозғалыңыз. Не байқадыңыз? Келесі суреттен не көріп тұрсыз? Немесе кімді? Адамның бейнесі ме, әлде музыкантты ма? Келесі, пілде қанша аяқ бар? Бұл сіздің қабылдауыңызға байланысты. Жаттығулар ұнады ма сіздерге? Қатысқандарыңызға рахмет, сәттілік тілеймін.